Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай жазғы жеңіл десерттердің бірін дайындап көрсететін боламын. Өте дәмді болып шығады. Менің арнама тіркеліп, комментарий, лайк қалдыруды ұмытпаңыз. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майдың үстінен қантты салып, лопатканың көмегімен жақсылап 1 минут шамасында араластырып аламыз. 1 шымшым тұз саламыз. Барлығын 1 минут шамасында араластырып аламыз. Бұл десертті дайындау барысында сізге миксердің қажеті жоқ, тек қана осындай лопатка және венчиктің көмегімен жасалынатын жеңіл десерттердің бірі. Шымшым тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Осы рецепттен бөлек менің арнамда көптеген рецепттер бар. Менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Және де қоңырауша белгісін басып қойыңыз келесі рецепттерді көру үшін. Екі жұмыртқа саламыз. Тағы да 2 минут шамасында осы лопатканың көмегімен араластырамыз. Енді ұнымызды қосатын боламыз. Електен өткізіп, ұнды қосып, оның үстінен 1 шай қасық қопсытқыш қосып, араластырып, қамырды илейтін боламыз. Қамыр қолға өте жабысқақ болып келеді. Өзі солай болуы тиіс. Қолыңызды сулап алсаңыз, немесе майлап алсаңыз болады. Бірінші осы лопатканың көмегімен араластырып, одан кейін қолмен қамырды илейтін боламын. Артық мөлшерде ұн қосуға болмайды, тек қолымызды сулап немесе майлап жұмыс жасайтын боламыз. Алдын ала форманы дайындап қойдым. Мен тік төртбұрышты форманы қолдандым. Кез келген домалақ форманы қолдансаңыз бола береді. Пергамент қағазын төсеп, осылай қамырымызды форманың астына біркелкі етіп жайып шығамыз. Форманың диаметрі, яғни размері 18-де 28 сантиметр, 20-да 25 сантиметр етіп те қолдансаңыз болады. Барлық жағы біркелкі етіп жайылды. 180 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минут пісіріп аламыз. Пісірмес бұрын осылай вилканың көмегімен тесіп шығамыз. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін желатинге салқын суды құйып, бірінші бұқтырып қоямыз. 15-20 минут шамасында бұғып, ісініп, мармелад сияқты болып қалады.
Магазиннің кез келген қаймағы жарайды, 15-20% болса да майлылығы маңызды емес. Оның үстінен қантты қосып, үстінен 1 шай қасық ванильді қантты қосып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Алдын ала бұқтырып қойған желатинімізді ерітеміз. Микроволновкаға салып ерітсеңіз де болады, немесе осылай ыстық судың ішіне ыдысты салып, қозғап тұрып ерітсеңіз де болады. Тек плитаға қойып қайнап кетпеуі тиіс. Қайнап кетсе желатин өзінің күшін жояды. Міне ерітіп алдық. Енді осы желатинімізді қаймақты массамызға қосып біркелкі етіп араластырамыз. Алдын ала құлпынайды жуып тазалап, осындай 3-4 бөлікке бөліп алдым. Осы құлпынайды қаймақты массамызға салып араластырып аламыз. Осымен салмасы дайын. Пештен пісіп шыққан коржымызды таяқшаның көмегімен тексереміз. Таяқшаны сұғып алғаныңызда, таяқша құрғақ болып шықса, сіздің коржыңыз пісті деген сөз. Осы корждың үстінен дайындап алған салмасын құйып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып аламыз. Тоңазытқыш емес, мұздатқышқа, морозильникке салып, 1 сағат көлемінде осы десертіміз дайын болып шығады. Міне осындай болып, әдемі болып шығады. Тураған кезде де оңай. Пергамент қағазынан да оңай шешіледі. Миксерсіз, еш қиындықсыз дайын болатын десерттердің бірі. Дәмі деген өте керемет. Міндетті түрде жасап жеп көріңіздер. Тек желатинді алған кезде халал желатинді таңдап тауып алуға кеңес беремін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.